Сәлем достар, бүгін біз тақияға шекелік жасаймыз. Мен әлі тоқылмады тақиям, соны тоқылған кезде осы шекелікті бірге тоқып жіберемін. Міне біреусін жасап қойдым. Осылай әдемі болып шықты. Екіншісін жасап қояйын дедім да, потом видео түсірейін деген ой келді. Міне дайын цептерді сатып алдым, монетасын сатып алдым, және астындағы ең әдемі үшбұрышын да сатып алдым. Қараңыздар, қандай әдемі, сондай шекелік шығайын деп тұр, иншаллах. Мен ол үшін цепті сатып алдым. Бұл бізде біріктіретін, яғни бір-бірін біріктіретін цеп дейді екен. Сонысын жеке сатып алдым. Содан кейін мына цеп метражбен сатылады екен. Бұны жеке сатып алдым. Бір 50 сантиметр ма, 1 метр ма, сондай ғана сатып алдым. Мен көп керек емес дедім. 80 сантиметр шығады. Содан кейін үш бұрыштарды қараңыздар. Бұның аты не екен білмеймін, әйтеуір осы қатты ұнады маған. Енді менде плоскогуз жоқ, сол үшін мен осы кусачканы қолдандым. Кусачка дейді біз, енді сіздерде не дейді білмеймін. Мен бірінші біріктіретін цепті алдым. Енді мынаны біріктіру керек, мына цепті. Осы үшеуіне біріктіру керек. Ананы мен жасап қойған. Оны сіздер өздеріңіз жасайсыздар. Енді қараңыздар. Мынаны қараңыздар, мен цепті ұсақ цепочканы мен санаймын. 30 штук шығаруым керекпін. 30 мен кусачкамен болмағандықтан мен қайшыны қолдандым. Міне 30 менде шықты. Енді келесін мен соның жартысын санаймын, 15. Яғни 15-ті кесіп аламыз. 15-ті кесіп алғаннан кейін сосын тағы да 30 кесеміз. Ортада, яғни қысқа, екі жағында ұзын көріп тұрсыздар. Екі жағында ұзыны 30 цепочка, ортасында қысқасы 15 цепочка. Енді бұл бізге керек емес, алып қоямыз ары қарай. Енді біз бастаймыз осы біріктіруден. Бұл енді маған өте ыңғайсыз, плоскогузы жоқ болғандықтан қайшымен де ыңғайсыз болды. Сол үшін осы нәрсені ғана қолдандым. Осылай ашамын. Маған өте ыңғайсыз, тырнақтарымның барлығын майыстырып алдым. Бірінші осыны тағамыз, содан кейін ұзын цепті тағамыз. Ұзын цепті тағып біріктіреміз. Міне біріншісін жасап болдық. Енді екіншісін жасаймыз. Екіншісін жасаған кезде де дәл солай ашамыз біріктіретінін. Цепті саламыз. Содан кейін монетаны саламыз да, осылай ортасына қысқа цепті саламыз. Екі жағына ұзын цепті саламыз. Солай үшеуін аяқтаймыз. Міне мен аяқтадым үшеуін, әдемі сондай болып шықты. Әрине бірдеңе жетіспейтін сияқты болып көрінді. Мен өзім представлять еткен кезде, көз алдыма елестеткен кезде, сол үшін мен ең аяқ жағынан үш бұрышты алдым. Үш бұрыштарды қазір біріктіретін цеппен біріктіреміз. Менің қолдарым шаршап қалды кәдімгідей, саусақтарым, тырнақтарым да ауырып жатыр. Қараңыздар, қандай әдемі, күшті бір нервті басатын деп айтсам болады. Мен нервім кәдімгідей басылды осыны жасап жатып. Вот это мое дедім. Содан кейін өте күшті процесс екен бұл да.
плоскогус алғаннан кейін шекеліктермен айналысамын деп өзіме сөйтіп сөз беріп жатырмын. Міне, біреусі дайын. Қараңыздар, әдемі көрінеді. Енді екіншісінде, үшіншісінде тура осылай біріктіретінді ажыратып, ішіне цеппен үшбұрышымызды саламыз да, содан кейін біріктіретінімізді қайтадан жабамыз. Осылай аяқтаймыз. Міне мен үшіншісін аяқтадым. Міне ең соңғысы міне әдемі болып шықты. Бұды мен шашпау істесе де болады екен деп ойланып қалдым. Қазір мына артын жинап тастайын, содан кейін сіздерге әдемі қылып көрсетемін. Негізі өте әдемі шыққан. Шашпау істесе де болады, шекелік істесе де болады. Не істесе де әдемі көрінеді екен. Ал мен тақияға тігемін бұны. Қараңыздар, не еткен әдемі сұлулық. Өзіме қатты ұнады, шыны керек. Подписаться етіңіздер маған. Сіздерді күтемін өз каналымда.